Историк доктор. Шамал. Біз. Апа сіз отыра тұрыңыздар, біз өзіміздің үйден бастап алайық. Мынау енді құрметті құдалар, бұл сізге қосшыға деген қазақ, мынау енді қазақ қоны. Кешірім сұраймыз. Апатыш, сіздер келгенде мынандай тағамыз деп еді, ұмытып кеттіңіз. Берші. Ертең сіздер бізге тағысыңыз. Сол кезде суреттен сұраңыз. Так, осындай болады деген ғой той бағасы. Біз өзіміз қанша той басы қарып жүр, өзімізден күніге базар болып кеттіңіздер. Ал енді мынау Алматы Шамал андай біз оқимыз. Мынау енді Аманжол құдадан бастайын деп әбеке келсеңізші, құдағи келіңіздер. Мынау біздің енді өзіміздің отбасымыздың Шамал тынышталыңыздар. Шамал, апа қоя тұрыңыздаршы. Апа біз қойып болғалайық сосын. Мынау енді құдамыздан басташы. Асылбек дейді жүр құдаға. Мынау енді Шамал. Жаңағы ел дейді біздің қазақтар. Біз шапана болып қоямыз. Сосын кейін енді қазақтың жолы бар ғой бұрыннан келе жатқан. Енді әке ақысы деген жол бар бізде. Жалпы біздің енді өзіміз Шымкент несімен жүріп жатырмыз, шынын айтайық. Алматы анау білмейміз, өзіміздің алдын движениесі бойынша деп қояды. Құдаға 200 мың теңге әке ақысы деген. Құтты болсын. Сосын анасы Шамал арзан біздің алда. 100 мың деді да. Сосын кешірім сұраймын, құдағиға ше өзі женский киіммен айналысатын болғасын, бұл кісіге қандай киім ұнайтынын біз таппадық. Өзі қалаған жаңа бір сырт киім алады деп, тағы да 100 мың теңге сізге. Содан кейін бізде жаңа мата төсек әкеп жатсыз ғой. Соған жаңа матаға деп болып ақша береді ғой. Тағы да 100 мың теңге. Сосын кейін құдағи енді әйтеуір бәрібір енді сізге сырт киім алмасақ та мынандай бір әйтеуір өзіміздің Шымкентте менің Майя Шапан деген досым бар. Осындай шапанмен айналысады. Инстаграмға кірсеңіздер болады, Майя Шапан деп. Сосын менің атымнан барсаңыздар, сіздерге скидка жасайды. Мынау бәріңізге ше жаңа құдалыққа келген әйел кісілердің барлығына осындай береміз бір орамалмен. Осыдан қошқан. Мынау енді құдағиға енді комплектті сырға сақина анел өзі тағы. Көрсетіп қойбет. Сәл кеңде болған ортаңғы саусағыңызға тағамызға. Енді көресіз. Қолыңыз жарқырап жүріңіз өстіп. Тойға тағып дегендей, тойға барып. Той көріңіз ағы. Көзінен жас шығып кетті. Құлағын басқа жерден кешіп берді ол. Рахмет. Көп рахмет. Сонымен енді біздің құдақпен құдағиға деген сіздерге өз кезіп келеді. Құдағи отыра беріңіздер. Құдағиға бере бересіңдер ме? Төрлетіңіздер, рахмет. Так, келесі. Сүт деймін жүр. Сосын кешірім сұраймын. Бізде жаңағы құдадан бөлек құдалыққа 4 ер кісі келеді деген болатын. Ақжолдан басташы баласы. Енді біз енді жаңа Майя Шапан досымнан енді сұрадым қалай болады деймін. Бізде енді қуыс үйден қошыққа деп осындай бір қазақи ою бар Шапан алдында. Қалың куртка ретінде де кие беруге болды. Мынау тікке. Мынау кімге? Ақжолға. Ақжол қайда? Ақжол келе ғой. Енді шынын айтқанда жастардың несін қандай киім ұнататынын білмеймін. Ертең үйде тағап барамыз. Ақжол мынау просто Шапан. Пиджак анау мынау ертең апарам құдай қаласа. Бәрекелді. Енді өзің жассың ғой құдай қаласа. Бір жақсы спортивка аласың деп Ақжол құда балаға 50 мың теңге.
Ahmet Töle'de. Böyle. Келесі Қазбек құда. Қазбек құда нағашы. Ол сізге Қазбек деп жазып. Дәл осындай шапан. Кигізіп жатамыз ғой, біреуін кигізгесін. Размерлерін алғым, анелден сұрағым. Қазбек құда мынау енді сізге өзіңіз бір жақсы бірдеңе аларсыз 30 000 теңге. Рахмет. Жайлап түсіп келеді ма бағын істеген. Арзандап баратын жоқ біздің. Келесі кім еді? Сабыр құда қайда? Сәкен. Сәкен құданың келемапты ма жұбайы? Дариға ма бұл кісі? 20 000 теңге. Сабыр құдаға негізі мынандай бір бар еді. Сосын сізге де білем. Әйелдерге шатасып қоймайды. Сізге де бар сияпатымыз. Тимур құда қайда? Тимур құдаға береміз. Тимур құда қалса шапанның ішінен киетін өзіңіз бір нәрсе аласыз. Жақсы, рахмет. Төрледіңіз. Точно өзің. Осы кісінің размерін білу қиын болып бізге. Так, енді құдағилар кім береді? Тоқта, Наркүл ападан бастаймыз. Бағана Абайкамен жақсы орамал. Наркүл апаға бар. Апа, мен алтындарым бар еді маған. Алтындар бар еді. Так, өтір, қазір шатасамыз. Бірінші осы кісіні тындырып алайық. Алтынын айтамыз. Жоқ, мұнан таратып алайық та, сосын үйге берейік. Қойдыңыздар. Қазір шатасамыз. Ол емес. Ешкімге сенбей, енеме өтіп болған ба бәрін. Мана апамызға, апа сізге құдай қаласа тойға тағыңыз. Той көріңіз. Екінші ас бесік етінші. Әсем кім? Әсем қайда? Әсем 49 жаста ма? 76 жылға келмейді. Так, Әсемге берсеңші біреу. Мынау сіздің келіншегіңіздікі. Сосын кейін. Жоқ, Әсемнің жүзік бар. Жоқ. Дәл осы. Мынау Әсем жаңағы құдашаға, құдашаға. Апарып бересіз. Тоқтаңыз енді. өзім таңдап алдым ғой, өз қолыммен берсін. Енді бұл ағамызға енді бір көйлек мен өзім нақтап беріп жүрмін. Қос үйден қос шыққан деп өзіңізге бір көйлек жақсы. Аман болсын. Келесі Тимур құда кетті ма? Ақмарал. Ақмарал құда қайда ма? Тимур. Келе алмады ма? Тимурға Ақмаралдың несін беріп жүр? Жоқ. Мынау сосын кейін қазір. Бакан қоса. Жоқ, бәрін жазып қойған. Мынау Ақмарал құдағайға бересіз. Ақшалы. Так, ол кетті. Сабыр құданың шапанын несін бердік па? Ол кісінің келіншегі Дариға құдағайға Абайкасын беріңіз. Сосын мынау берді ма? Жоқ, ол бөлек, бұл құданыкі. Құдағайға бересіз. Мынау сіздің өзіңізге. Той көріңіз. Барынша жылдан кейін Мария апа. Мария нағаш апа. Әкеңіз. Апа мынау сізге. Өз қалағыңызды аласыз. Мария апа кетті ма? Қазбек аға кетті. Нұргүл қайда? Нұргүл. Жаңа бір алтын бер Нұргүл. Дәл өзі. Нұргүл қайда? Нұргүл сізге. Анел қайда? Анел тағы жүрші. По-моему, 19 ба? Көш.
Келу керек сіздің размер. Бергізші. Сахина. Жоқ, бергі болды. Бәс. Сахиданың да разы. Арман имам, ұнады ма? Жақсы. Қойдыңыз. Нұрбек бұлай. Ақзер тыныш. Ақзерді ортаға шақырамыз. Ақзерге жаңа бір абайка беріңіз. Тағы ғой өзім. Байқалса мынау Анелдің ойында осындай алтын тағып алдында шақырып жүрмеңіздер. Иә. Италияға барып келдің ғой кеше десең. Айым қайда? Мынау беріңіз. Мынау айымдікі. Беккен ай. Өзі сұлу өзі. Кімнің жары екен ай. Тосын. Біз енді шынында деп алтын алып бірден не аламай жатырмыз. Кімде қайсысын шатасып өткен жоқпыз ба? Шара деген апамыз бар екен. Шара апамызға не беріңіздерші бір абайтын. Мынандай тұр екен. Пакет барады жаңа. Енді жазып қоймын Шара. Шара апаға да бір енді сақинамыз бар апа енді. Өзіңіз таныспа келіңізге бересіз бе көрісейік деп қойды. Құтты болсын. Так. Нұрсипа. Құданың жеңгесі. Нұрсипа жазып. Нұрсипа апаға бересіз. Сізге енді конвертіңіз. Особый конверт болды. Өз таңдап алдым. Рахмет. Әрекеңе ұғыларып па. Сәңгіл жоқ па? Кеңш. Шапалауыр па? Мынау сізге. Так, Сәңгүлдің жігіті қайда? Сізге бір жақсы көйлек болсын. Бүгін тойдан шапалауыр па. Дариғаға да бір жүзігіміз бар. Алтын шапалауыр қойсаңыздар. Дариға. Төке. Төкеңе деп құр шықпаңыз біздің үйден. Сізге бір жақсы көйлек. Так, енді кім алмағандар бар мына жерде? Мынау біздің дастарханымызға келіп оны қол көтеріп қойыңыздаршы. Мен шынымды айтайын. Туыс үйден құр шықпы деп. Кім алған жоқ? Біздің үйден бір. Шынымды айтайын, мен 5 мың теңгелік одеял бергенше 10 мың теңгеден бере салайын деп жатырмын да бір. Әйтеуір бірдеңе аласыз ғой, орамал бірдеңе. Сізге де алмағандар болса, сізге. Сіз алған жоқсыз, сіз алдыңыз, әйеліңізге де алдыңыз. Сіз алған жоқсыз ау деймін, мынау сізге. Тойдан тауып. Кім бар еді? Мына апалар бар екен. Мынау сізге. Сізге. Ештеңе жоқ, мынау сізге. Сізге. Мынау маған десең. Байқалса. Бәсе, қалай артылып қалды. Шапалауыр бақ, рахмет. Осымен мен өзімнің үйімнің сый құрметін осылай аяқтаймын. Риза болыңыздар. Барынша қолдан деген осы болды жағдайы. Сондықтан әрдайым той қуаныш көріңіздер. Көп рахмет. Енді мына жерде менің апаларым да бар иә, бірдеңе қой. Өзім. Мынау құда мен құдағиға апамыздың сый құрметі, сосын жаңа үлкен апаға орамалы. Не ғой бітсеңізші? Біреуіне беріңізші, таратып бере салсын. Құдалықта келгендерге беріңізші. Абайға қойылғандарға беріңізші. Кәсіпен. Қазір беріңіз. Әкейін деме. Айтпақшы, ойбай кешірім сұрайын. Біз енді мынау құда табағымыз бар екен ғой біздің. Мынау ше аман жол құдаға. Не ол? Құдамен құда. Ақша артып қалды деп отыр, ақша артып қалды.
Жоқ, артылуы мүмкін емес ол. Жаңа кім ғой? Мамасына бересіңізші, өзі бере сал. Иә. Құдағайға бере салыңыз, артылған ақша. Бердім өзіне. Ол Роза құдағай біледі өзі кім еріне алған. Так, мынау біздің апамнан құда табақ қой ма? Береке қайдасың? Береке әкесіңнен қой жіберсе құлаң ал. Сен жолың ғой. Мен өзім мамамда сыйлығы бар қойдымыз. Апа, мынау біраз адамдар бірдеңе қоямыз деп еді, мен қысқарттырып жатырмын да. Әкел. Құдамен құдағайға. Тез қимылдаңыздар ғой. Құдағайға, құдаға ма? Ол, пакетмен бере беріңіз. Құдағайға алтын. Ешкімнің алтын жүзі бар екен. Әжесі. Енді... Енді нағашылар бар, мен өзім енем, және тағы апам, нағаша апасы Алтынбектің. Шуар апа мен Гүлзинева апаларында енді құралақан кемеп Түркістаннан өздері самолетпен келсе де машина қартып жүріп пе подаркілерін. Олар бірақ бірінші құдамен құда. Так, общем, енешті бастады ғой, короче. Неға көрсетіңізші? Құдағайға. Нағашы әжесі. Қазбек. Сырт деймі? Ортаға, Розалды. Döner, Roza. Döner. Tağız. Razmer emesi ауыстырғаныз. Қойғадан. Так, келесі. Қойдыр, абаң болсын. Мін наркүл ағаға бар. Ол наркүл аға. Тигізбе көрсетіңдер да. Білесіз ба? О, құтты болсын. Құтты болсын. Азыр құдашаға. Келесі әлі ер кісілерге де бар апамыздың киіті.
Құда мен құдағидан басқасын бәрі қояннан неткен ба? Қазір ба? Иә, мен. Айтсаңызшы мінекей міне. Естімедім, рахмет. Ол кісі видео түсірді, қол тимеді. Мобилі көрді. Ана, құдағи отыр. екі құдай болған екен. Тимур сыртқа шығып кеткен шығар. Жоқ, бере берсеңізші. Ана, құдағиға бересеңіз ана құдағи. Ана, мамасына бересің. Амырхан қажы атамыз бен Күлзейнеп қажы апамыз. Сол кісілердің Түркістаннан, киелі Түркістаннан әйелі сізге арнап аптеге құдаға шығарды. Құтты болсын. ендіше Міне сондай біздің абайдың құдамыздың қасындағы біздің келініміздің анасы мынандай шапанға лайықты. Құтты болсын. осындайдан ғой енді ағамыз. Қазір таратып қоямыз. Мына орама дубайский орама. Алтынбек абайлаған. Как раз под цвет. Қандай керемет. Сізге арнайы. Мына құданың әпшесіне. Сосын Құдағидің ләззат апсыны қайсы екен? Біздің құдағидің ләззат апсыны. иә. Апа секілді Меккеге баруды сіздерге нәсіп етсін Алла. Үлкен қажылыққа барып келген бұл кісілер умраға да барып келген. Мынандай 2 шайнектен алған екен. Түркістаннан арқалап келді. Енді ағызер құдаша көздеріңіз реттенші. Білмей тұрып кім-кімге береді. Алтынбек қоя сал қазір өз. Құдалыққа келгендерге ғой. Әй, 4 шайнегіміз бар. Құдалықта ең көп уақыт алатын осы ғой бізде. Так, бәріңіз заттарыңыз сабағыңыздар бір. Сіздер жақсылыққа тұтыныңыздар. Енді бөлесімін мына Нұргүлдің мына жерде зере құдағи, сосын өзі құдағи, мегі бауыздай құдағи деген одан. Құдағының апасы, құдағидың әпкесі, Максия. Сол кісілерге сый құрметімді берейін өзім. Құдағи. Біледі ғой, ойбай, бағындырмыз. Бір көріңіз. Жоқ, құданың әпкесіне деді. Құдағидың әпкесі, құдағидың өзіне, сосын біреудің оларға подаркым бар деді. Бұл кісіде Аллахың демеген. Сұрайды сіздер жақтан құдалар береді бұндай жолға батаны. Сосын дастарханға жайғасып екінші дәм бар. Қалған кісілер сөйлейді.
ән тыңдайық. Мына жерде менің әнші достарым келіп отыр. Осы Алматы қаласына танымал, Қазақстанға осы кісілердің де әндерін тыңдап демалыңыздар шамалы. Аумин. Сосын айтшы, менің енем нағашылар тамақ дайындап жатыр. Екінші тамақ. Соны дәмауыз тиістір, құдай қаласа. Апам бастап